Сіздерге қатты көтеріп Вольт кәдімгідей прям кәдімгідей масқара екі есе болып кетті, кәдімгідей. Пожалуйста, кішкене төмендетіңіздерші, тоқ масқара сүйегім сынып кете жаздады. Олай болмайды ғой жігіттер. Гербиш сөзі қарақалпақ тіліне аударғанда қандай мағына береді? Ой-йо. Иә, меніңше де молда. Қажы сөздің тывасы хатшы меніңше. Ой, красавчик, молодец. Ана әннің сөздеріне ұқсайды ғой кішкене. Иә. Бар башқұрлардың ділеріне. Хомай ма? Айола Хомайға. Негізі мен башқұр, бірақ мен сырымның ақылына сеніп отырмын. Ай, қатты кетті ғой. Мынау шығыстағы Калма өзенінен бастап батыстағы Балқан түбегіне жайылып жатқан барша түркі әлемі армысыздар. Бұл түркі тілмаш интеллектуалды ойыны. Дұрыс жауап берсең ақша атасың, қателессең серт аласың. Нормально. Бүгін бізде қонақта журналист, саяси блогер Сырым Итқұлов және тележурналист, блогер Назым Жанғаза. Қолдарыңызда 10 мың теңге, алдарыңызда 10 ұяшық. Барлық сұраққа дұрыс жауап беруге көмектесіңіз. Сырым, біріншіден былай келсе алайықшы, бізге ақша керек па? Әлде тоқтың асы соққаны керек па? Мен ойымша ақшадан бұрын маған принципе ақша. Мен денсаулығым ма? Егер бізде қанша МРП еді, бірнеше егер сондай не болса, принципе, думаю, вытерпеть можно. В общем, Сырым, ақша мен ең бастысы мен тоқсалпаса айтамын. Да, тап дейді. Я думаю, 50-50 кішкене оңайырақ болады, наверное, этот какой-то бір не болу керек, бізге бір разминка болу керек, 50-50 кішкене жеңілдеу, кішкене сондай бір бастапқыға. Жақсы, 50-50 бастайық. Давай бастайық. 5. Не шашат дегенбіз? 1000 теңге жарайды, максимум 1000 теңге жарайды. Хатшы сөзі тыва тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді дейді. Қайшы, молда. Хатшы сөзі. Мен ойымша бұл да бір ойын не сияқты? Сөздер ойыны хатшы, қайшы. Хатшы, қайшы. Менің ойымша молда, Сырым. Мен де соған ойлап отырмын. Молда деп ойлаймын. Қайшы бұл не сияқты? Олай оңай аударманы бере салмайды ғой бірінші бастағанда. Иә, тыва тілін, бірақ хатшы. Хаджы, қажы деген сөз яғни. Қара, қажы. Уақытты қара, аз қалды. Аз қалды, иә? Иә, мен ойымша да молда. Қажы сөздің тывасы хатшы мен ойымша. Біздің ойымызша хатшы, хаджы. Қайшы емес, молда дедік қой. Солай, молда. Яғни қажы деген сөзді тывасы хатшы болады. Дұрыс жауап берсеңіздер 11 мың теңге болады. Қателессеңіздер 9 мың теңге қалады және серт ете қаласыздар. Сіздердің қаларыңыз? Молда. Дұрыс жауабын көрейік. Ал кеттік. Ой, жоқ. Ужас. Аха, жақсы. Қайшы? Ал, таңда. Тест таңдайық, давай. Давай. 5? Тест. Қанша тігеміз? Максималды қанша? 2000 деді ғой. 1000 деді, иә? Не істейміз? 500 деші. Давай 500 теңге. Басыл, иә? Басыл сөзі түрікмен тілінен аударғанда қандай мағынаны береді дейді. Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Айырмашылық, нәтиже, маусым, кедей. Пасыл, кедей. Кедей дейді. Пасыл адам, кедей адам болсын анда. Пасыл адам, кедей адам. Бұның пасылы, бұның нәтижесі. Бұның пасылы. Бұның айырмашылығы, бұның пасылы. Айырмашылық, пасыл, маусым. Меніңше, қандай сондай болады ғой жаңағыдай бір. Бір жағдайы жоқ пасыл адам. Кедей. Қандай кедей? Бір ғана сұрақ, бір ғана сөз кедей. Қандайға жауап беріп тұр? Кедей, келсін. Кедей мен де. Қандай сондай жағдайы жоқ, пасыл адам, кедей. Кедей, жан ішкі дүниесі пасыл дейміз ғой. Дұрыс жауап берсеңіздер 18 мың теңге болады. Қателессеңіздер 8 мың теңге қалады. Және серт ете қаласыздар. Сіздеріңіз қаларыңыз? Кедей. Дұрыс жауабын көрейік. Ёпырдек, мезгіл екен ғой. Сүйегім. Мезгіл ма? Жақсы. Бізде не емес сондай, оптимистік емес көрек жарайды. Сырым тілін алмаймын енді. Что-то мен ведомый болып бара тұрмын. Так, қайсын қояқ? Я жоқты қояқшы? Я жоқ, давай, я жоқты бастайық. 5? 700 теңге тігеміз. Қазір мен бастық бола тұрайын. Давай, бастық бола тұр, давай, 700 теңге. Дәлә сөзі Әзірбайжан тілінен аударғанда дала деген мағынаны білдіреді дейді. Дәлә. Қандай Әзірбайжан сөзі бізге ұқсайды?
Сен барып келдің емес па? Мақсатлы жоқ Әзербайжанда болған жоқпын әлі. Бакуға барамын, бір аптадан кейін Бакуға барамын айтпақшы One Republic концертіне. Осы сұрақты келгеннен сен оқыған шығарсың, бір Әзербайжанның бұқаралық ақпарат құралдарына кіріп, One Republic туралы оқымадың ба? Орда кәдімгідей біздегідей не бар ғой? Яхытлар, қалай ана құрметлі, яғни орда несі бар? Құрметлі, қассау деген сәлемдесу деген сияқты. Бірақ Дала деген мағынаны білдіреді. Иә дейміз, иә? Иә, қазір мен бастық болайын. Давай, сен бастық бол. Дала деген мағынаны білдіреді. Бір сұрағын көрейік. Не болды бізге бүгін? Тиін екен ғой. Сіздер өтірік етіп жатқан жоқсыздар ғой. Сырымға біреу заказ берген шығар. Қайда білем, сол жерде тоқ соқтырыңдар деп А может быть, а вдруг это ни одного правильного варианта в принципе не было? Это был просто заказ. Кеттік ары қарай. Давай. 7800 ары қарай кеттік. Әнді тыңдап көреміз ба? Тыңдайық. 5? Маған ұнап жатыр. Иә. 1000 теңге болсыншы. Бақыра алма бүгін ашқан кезде бағарала бірге басқан кезде батын бастан ертеңі сүймешке сөйді күнім менен әлі есте сүй жүрсің менен махаббатым жаралашы жүрек жараларын сүйіп алдым сені қалайын айтшы неге мұнша қайрағаным сүй жазым менен махаббатым жаралашы жүрек жараларын Айтшы неге махаббатым дейді. Қанша тілдің ішінен, мына басқа жауаптар жоқ, біз өзіміз табу керекпіз, иә? Өзіміз. Махаббатым деген сөз біздің. Айтшы неге дейді. Айтшы неге махаббатым деді. Айтшы неге махаббатым. Әзербайжан, Мен қырғыздың кечкі бичкек деген әнін білем. Сол жердегі көп сөздер біздің қазақ тіліне ұқсас. Бірақ мынау жұмсақ сияқты айтылған сияқты болды, бір өзбектікі сияқты болды. Өзбек, вот мен де ойлап тұрмын, сол өзбек немесе Әзербайжан ба? Мен қырғыз деймін. Қырғыз ба? Айтшы неге махаббатым. Қырғыз болсын? Қырғыз болсын. Давай қырғыз болсын. Қырғыз болсын. Қырғыз. Бір сұрағын көрейік. Ақша бітіп жатыр. Иә, керемет. Керемет. Супер, күшті. Қанша ақша таптық? 8800. 8800. Эмилия Мұхтарова сүйі жазы. Тоқтырмағаннан уже бір тоқты күтіп жатқанмын ғой, кәдімгідей үйреншікті ретінде тоқтырмаған. Мен түсіндім, білесің не істеу керек? Қара, мен жаңа кешкі бичкекті айтып жатырмын ғой, иә, осы естігем, осылай ұқсас деп, біз кішкене нетик, кішкене бір аналитика жасайды, иә? Аха, сөйтейік, болды, кеттік. Расслабонуды қояйық сыртқа қарай. 8800 ары қарай кеттік. Дәл тап құшақ таба. 5? Кеттік. 700 болсын не? Гербиш сөзі қарақалпақ тіліне аударғанда қандай мағына береді? Ойо. Гербиш. Қарақалпақ, қазір мен отырыңдар, қазір есіме түсірген қарақалпақтармен қандай коммуникация орнатып едім мен. Қай жерде? Мен білет Алтын Ордаға барғанмын. Алтын Ордаға барғанда сол жерде бір кісілер мороженое деп сатып жүрді, сол кісілер сатып жүр екен мороженое. Сол кезде мен мороженое сатып алып, ақша төлегенде олар бір-бірімен бір тілде сөйлеп жатыр да. Сонымен сұрап отырмын, сіздер қай тілде сөйлеп жатсыздар деп жатырмын да енді. Қарақалпақ тілінде дейді. Сосын мен ойлап қоямын, мынау біздің тілге ұқсас, бірақ ұйғыр сияқты ма деп. Мен сол кезде бірінші рет естігем қарақалпақ тілін, біздің тілге қатты ұқсас екен, сондықтан да гербиш. Сол жерде гербиш деп айғарадым. Гербиш сатып жатырмыз, гербиш әкелеміз. Гербиш деген қандай мағынаны білдіреді? Гербиш. Гертуф. Мақтаныш па бір. Гербиш. Керемет, мақтаныш. Керім, керемет, мықты деген сөзді білдіреді. Синонимдарды айтуға болады ғой, иә? Яғни бір керім, керемет, мықты деген. Синонимдер қабылданады, иә? Қабылданады. Бір керемет, мықты, жақсы, сондай, жақсы. Озық, жақсы, гербіш. Мықты дегенді білдіреді. Бір шауын көрейік. Аха. Ай, қатты кетті. Кірпіш. Ужас. Сіздер неге қатты көтеріп Вот прям кәдімгідей. Масқара, тоқсық кетті. Кірпіш екен ғой. Аха, түсінікті. Терлеп кетті. Яғни строй рынокта гербіш деп айғарған. Аха, жақсы. Дәл тап, қарлық тобы. 5? 600 теңге қоямыз. Масқара. Айтпа. Мәңгі сөзі,
Ұйғыр тілінен аударғанда Ұйғыр қандай мағынаны береді? жақын бізге уже, это уже Мәңгү. близко. Мәңгі. Жаңа қалай болды? Гәріш? Кірпіш. Мәңгү. Мына жақта звондасам бола ма осы ұйғыр достарыма? Ұйғыр достарым көп, иә, Назым? Өте көп менің ұйғыр достарым. Ұйғыр достар көп, шыны. Мәңгі. Мәңгі? Жаңағы гербіш пен кірпіш сияқты білейм. Мәңгі. Думаю, ничего придумал, ойлап керек емес, менің ойымша. Мәңгі. Я келістім. Мәңгі болсыншы. Пожалуйста, кішкене төмендетіңіздерші, тоқ масқара сүйегім сынып кете жаздады. Ох, керемет. Енді түсінікті болған. Қанша ақшада? 8700. 8700. Аха, Енді логикаға кішкене түсінікті болды енді, біз болды берілмейміз. Иә. Қоя беріңіздер келесін. Әрі қарайдық. Сен тап. Давай, так. Топонимді көрейік? 5. 700 теңге. Кезінде бұл теңізді қыпшақтар Қарабалық деп атаған. Османдар балық теңіз дейтін. Ал бүгінгі атауының түбірі Қырым татарларының азак сөзінен құралған. Яғни қыпшақтарда аз деген мағынаны білдірсе, түріктерде төмен сөзінің синонимі. Айтпақшы, дәл осындай атаумен теңіздің шығысында Ресейдің қаласы орналасса, батысында Украинаның елді мекені бар. Азоп. Түбірі Қырым татарларының азақ сөзінен құрылған түбірі теңіздің. Азов теңізі, Азовское море деген бар. А Украинада не бар екен? Украинада қазір есіме түстің. Украинада Азов теңізі, Азов қаласы бар Ресейде, тура сол атаумен. Жоқ, елді мекені Украинадағы. Украинада қандай елді мекен бар? Азовское море, Азов, бірақ Украина есіме түсіре алмай отырмын. Ресейде Азов деген кәдімгі несі бар, қаласы бар. Украинада Бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Азов теңізі. Келістім. Дұрыс жауабын көрейік. Ой, красавчик, молодец. Жүден қиын болған жоқ. 9200. Так, бізде сирек тіл қалды. Сирек тіл кеттік. Сирек тілді кеттік. 5. 700 теңге ма? Иә. Давай, 700 теңге. Тукен ба? Қалай мына атауы? Туйкен сөзі ноғай тіліне аударғанда қандай мағына білдіреді? Бізге ұқсас. Дүкен? Ноғайлар. Дүкен. Дүкен болу керек. Дүкен. Үлкен емес шығар, дүкен. Түйкен. Түйме, түйкен. Сол болсын. Дүкен. Дүкен шығар? Дұрыс жауабын көрейік. Май, молодец. Реванш істеп Ақшаның жатырмыз. бәрін алып кетеміз. Реванш істеп жатырмыз. Ары қарай қосыңдар. 9900. Әрі қарай кеттік. Бізбен ойнапсыздар. Иә. Тыңда тапты ғой. Ән ғой, иә? Ой, мен бастық болып кеттім. Қайсың қой өрекпін? Екеу қалды. Бар жоқ, екеу қалды. 5. 700 теңге. Bugun ko'rasizlar, yana ko'p vazirlarni ishonaman. Xalq menga ishonib qo'ydi, prezidenti vakili birinchi rayonda, shaharda, viloyatda u odamni aytganini xohlaslaring ham, xohlamaslaring ham qilishlaring shart. Prezidentni vakolatiga kiratgan kadrlarni bironta tergov idorasi chaqirsa, o'sha kun jinoiy javobgarlikka tortaman o'zim shaxsan. Ana shuni hamma biladi. Hamma elchixonani yopaman. Hamma elchixonani yopaman. Kelib mana shu tarzga munosib bo'lsalaring, borib elchi bo'lasizlar. Bo'lmasa menga kerak emas. Yangi elchilar qo'yaman. Shavkat Mirziyoyevning dауысын ұқсайды. Иә, өзбек тілі сияқты. Қай тілде? Сұрақ. Меніңше өзбек тілі сияқты. Хокаят деді ма, хиваят деді ма, кәдірлерді деген сұрақ, деген сөз есіме нетті. Мен мүлдем Ховаят, хикаят. Өзбек тілді білемін. Өйткені басқа тіл или тәжік емес, жоқ тәжік емес қой. Тәжік түрік тіл емес. Иә, өзбек тілі. жаңағы ана әннің сөздеріне ұқсайды ғой кішкене. Иә. Бар башқұралар діндеріне. Хомай ма? Иә. Айола Хомайға. Ұқсайды ғой. Хомай. Башқұр бар ма онда? Подожди, өзбек. Рашав Мирзиевтің дауысына ұқсайды. Неге екенін білмеймін ана кім. Мына қосылған алып жүріп жатады, тура кімнің. Халық алдында Мирзиевтің сөйлеп Башқұралар тұрған. емес па? Башқұр. Жарайды, өзбек тілі Башқұралар. болсын. Бұл өзбек болсын. Дұрыс жауап берсеңіздер, Өте обидно болады егер өзбек башқұралар болса, иә. 10900 теңге болады. Қателессеңіздер 8900 теңге қалады және серт ете қаласыз. Негізі мен башқұр, бірақ мен сырымның ақылына сеніп отырмын. Өзбек болсын. Өзбек болсын, жарайды. Дұрыс жауабын көрейік. Ай.
Керемет. Я прям Шавкат Мирзиев қой. Дауыстан білдік. Керемет. Енді саяси блогер болғанда, саяси журналист болған кейін бәрін дауысын біледі. Кеттік ары қарай. Оғызда болған Соңғысын қосайық. 5? 1000 теңге болсын ба? 1000 теңге болсын. 1000 теңге болсын. А? Синчап сөзі түрік тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Телефон Сіздерге достарыңызға қоңырау шалу міне керемет болайын деп тұр. Синчап. Керемет болайын деп тұр. Түрік тіліне келген кезде өзіміздің досымыз түрік тілін білетін. Алло. Алло, Айдар. Мінекей, тікелей эфирдесің. Дауысың эфирде. Менің зарядкам аз, если что, в любой момент могу выключиться. Не зарядил телефон. Бізде 30 секунд бар как раз сұраққа жауап беруге. Айдар жанында тұрмыз. Біздің синчап сөзі түрік тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Синчап. Синчап? Синчап. S-I-N-C-A-P. Аха. Синчап. 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 Синчап, Ага. Аха. Давай, быстрее. Сейчас. Бітті Айдар уақыт. Айтасыш. Сейчас. Все. Пока, Айдар. Өздеріңіз талқылаңыздар. Кездесеміз. Синхронность что-то вот Ага. связано с синхронностью. Хорошо. Өздері талқыласаңыздар болады. Аха, синчап. Синхронность деді, Синчап. примерно, что он сказал. Яғни, Сенжап. есікті жап, сен жап. Егер екеуі не болса, ана, бірге жазып болмаса, сөйтіп айтар еді, негізі, өте серьезно. Синжап. Синжап. Неге синхрон деп айтты? Хиджаб емес па? Мен ондай сұрақты кіргізеді деген ондай ойда емес. Мне кажется, дүкен. Мен де стресстен мен терлей бастадым. Дүкен. Ортақ нұсқа? Дүкен басында. Дүкен басында. Дұрыс жауап көрейік. Аха. Ай, қатты кетті ғой. Ужас. Тиын. Масқара қолым сынып кете жаздады. Олай болмайды ғой жігіттер. Окей. Тиын. Это за то, что біз ана 5 рет тоқты сезген жоқпыз. 4-5 сұраққа бірден дұрыс жауап бергеніміз үшін ғой, примерно. Комбинация. Тиын екен ғой. 9900 теңге ұтыптық. Сол 9900 теңге мен больницаға чекапқа барамын одан кейін масқара. Негізі өте жақсы жоба, өйткені бізде осы түркі тілдерде барлығымыз тілдеріміз ұқсайды ғой. Мен өзім мысалға жаңа айтып жатырмын ғой, қырғыздардың әндерін тыңдаймын, өзбектердің әнін тыңдаймын. Сырым мысалға жаңағы түрік елдерінің саясаткерлерінің жаңа спичтарын тыңдайды. Сондықтан да менің ойымша жақсы жоба. Көп нәрсе білдік, бірақ тіліміз ұқсайтын сияқты, бірақ былай қарап тұрсаң ұқсамайды екен. Түркі тілмаш сондай жобаның сондай жаңа шағымдарын көріп өте қуанып қалдым шыны керек, өйткені бұндай жобаның біздің елімізде істейтін бұл жобаның енді халықаралық деңгейде шығып өзіміздің көршілес елдердің көрермендері қарап жатыр екен, өте керемет. Статистиканы айтшы, сен жаңа айтып қалдың ғой. Жаңа яғни Қазақстан бойынша тіпті Қазақстан бұл осы көрілім бойынша Қазақстан 3-ші орында ғана. Яғни бірінші, екінші орында басқа елдер. Өзбекстан мен Қырғызстан, яғни басқа елдер, түркі тілдес елдері, яғни бәріне қызық, ортақ тақырып болғандықтан өте сондай ағартушылық дейміз ғой, ағартушылық проекттерін өте керемет, өйткені біз тілімізді білеміз, соған сондай бір қазақ тіліне өз тілімізде енді айтамыз ғой, түркі тілдес халық деген көп үлкен сөздер айтылады, бірақ осындай өзіміздің арамыздағы кейбір тілдік ерекшеліктерге кейде мән бере қоймаймыз. Яғни бұндай жобалар ойын форматында өте керемет негізі. Бірақ тоқтарыңыз енді керемет, мотивация, яғни түркі тілдес Оған шешкісі келмей отыр енді. Негізі Алаштың қайраткері Мұстафа Шоқаев балаңды қай тілде тәрбиелесең, сол ұлтқа қызмет етеді дейді. Бағдарламаның мақсаты түркі әлемін тани отырып, қазақ тілін түркі әлемін насихаттау. Ал тоқ жай шоудың элементі ғана. Керемет. Сіздердің тұстарыңыз 9900 теңге құтты болсын. Рахмет.